Құмырсқаның қанағаты. Сүлеймен мәзере құмырсқадан: «Ей, құмырсқа, басың неге дәу?» деп сұрайды. «Көп ойланамын», деп жауап береді құмырсқа. «Құйрығың неге үлкен?» «Өзімнен 7 есе ауыр затты көтеремін, қайратым мол». «Белің неге жіңішке?» «Қанағатшылмын». «Бір жылда қанша азық жейсің?» «1 жылда бидайдың 1 дәнін тауысам». «Ендеше көрейін сенің қанағатыңды», деп Сүлеймен оны бір ыдысқа қамайды, ішіне бір ғана дән тастайды. 1 жылдан соң қараса, бидайдың жартысы ғана желінген. Сүлеймен: «Ей құмырсқа, 1 жылда 1 бидай жеймін дегенсің, неге жартысын қалдырдың?» дейді. Құмырсқа: «Әдетте менің ризығымды Құдай беретін, ол бізді ешқашан ұмытпайтын. Аллаға тәуекел етіп, артық азық сақтамаймыз. Бұл жолы азығымды сен бердің. Сен Құдай емессің ғой, ұмытып кетуің мүмкін. Сондықтан сақтық қылып, жартысын алып қалдым», дейді. Сүлеймен оның қанағатына риза болады.